Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен Татибекова Айнұр Андабековна, Абай атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Бізде қазақ тілі сабағы 7-ші сынып, сабақтың тақырыбы дос таңдай білу. Оқу мақсаты етістіктің есімше, көсемше түрлерін тұйық етістікті тілдесім барысында қолдану. Құшақтасу әдісімен психологиялық ахуал орнатамыз ең алдымен, балалар. Түрлі түсті таяқшалар әдісі бойынша екі топқа бөлінеміз. Бірінші топ көк түсті таңдағандар достық тобы болады. Екінші топ сары түсті таңдағандар сыйластық тобы болады. Дұрыс дос таңдай білу өмірлік мақсаттардың бірі. Досым саған сенемін, сені бөтем. Жолы бөтен демеймін, жөні бөтен. Достық деген адамның көрігі екен, достық деген ақылдың серігі екен. Мұқағали Мақатаев. Бірінші тапсырма, топтық жұмыс, мәтінді оқып, есімше, көсемше, тұйық етістік жұрнақтарын тап. Дескрипторға назар аударамыз, балалар. Достық адамдардың бір-біріне адал, қалтқысыз сеніп, бір мүдделі, ортақ көзқараста болатын қасиеті. Достық өзара жауапкершілік пен қамқорлықтың, рухани жақындықтың белгісі. Нағыз достық кісіге шабыт беріп, өмірде кездесетін түрлі сәтсіздіктерге мойымауға, басқа түскен қайғы мен қиыншылықты бірге көтеруге жәрдемдеседі. Дос жарандардың мінездері әртүрлі болып келуі мүмкін. Мысалы, біреуінде қызбалық, не шабандық, екіншісінде тұйықтық, не жігерсіздік байқалса да, бұлар достыққа кедергі бола алмайды. Қайта нағыз достық осындай кемшіліктен арылуға көмектеседі. Сатқындық, екіжүзділік, өтірікшілік, өзімшілдік достықпен сыйыспайды. Қазақтың дәстүрлі әдеп жүйесінде достыққа үлкен көңіл бөлінеді. Осындағы көсемше, есімшелердің жұрнақтарына назар аударамыз. Сеніп, көсемшенің жұрнағы іп, болатын, атын, есімшенің жұрнағы. Беріп, көсемшенің жұрнағы. Кездесетін, түскен деген сөздерде есімшенің жұрнағы кездеседі. Жәрдемдеседі, болып, сыйыспайды, бөлінеді деген сөздерде көсемшенің а, е, ұп, и жұрнақтары кездеседі. Екінші тапсырма, жеке тапсырма. Қай досы таңдар едің? Тақтада берілген достардың мінез-құлықтары мен қасиеттеріне қарай таңдаңыз. Досты таңдайды, таңдау себебін түсіндіреді. Үшінші тапсырма, жұптық жұмыс. Дос таңдай білу тақырыбын жұпта талқылаңыз. Дескрипторға назар аударамыз, балалар. Мұхтар Әуезовтің «Қыл өтпесе татулықты бір ашуға сатпайық» деген сөзін негіз етіп, үй тапсырмасына эссе жазамыз, балалар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.